Қазақтың ұлан қайыр даласында, құнарлы жердің ортасында бір ауыл тұр еді. Ауылдың аты Қарақат, сол ауылда Жансай деген қыз өмір сүретін. Жансая 18-ге толған жаңа ғана гүлдей ашылған қыз. Қара шашы беліне түсіп, көздері қарақаттай жылтырап тұратын. Ауылдың жігіттері оған қарап тұрып, жүректері соғып кететін. Бірақ Жансаяның жүрегі пәк еді, әлі ешкімге берілмеген. Ол әкесімен, анасымен бірге тұрып, ауылдың мектебінде оқып жүрген. Күнде таңертең қой бағып, кешке кітап оқып, армандарын құратын. Бір күні күздің жаңбыры жауып тұрған кезде, ауылға қаладан бір ағай келді. Оның аты Нұржан. Нұржан 40-қа жақындаған ер адам, қалада үлкен жұмыста істейтін, машинасы бар, киімі жытыраған. Ауылдың әкімінің туысы болатын. Ол ауылға келгенде, жұрт оны құрметтеп, қонақ етіп, ет асып, шай құятын. Ерланның көзі Жансаяға түсті. Қыздың сұлулығы оны баурап алды. Ол ауылда бірнеше күн тұрып, Жансаяның ата-анасымен сөйлесіп, қызды қалаға апарып, оқуға түсіруге көмектесемін деп уәде берді. Мұндай зиялы азаматтың осыншама арамза болатынын кім білсін, ауыл адамдары соны ойламаған шығар. Жансаяның жүрегі қобалжыды. Қала оның арманы еді. Сонда барып үлкен әлемді көргісі келетін. Бірақ ағайдың көзқарасы басқаша еді. Ол Жансаяны жалғыз қалған кезде сөйлесіп, сен сияқты сұлу қыз ауылда тұрмауы керек. Мен сені қалаға апарамын, жақсы өмір сүресің деп айтатын. Қыздың жүрегі соғып, қызығып тұрса да, ішінде бір қорқыныш бар еді. Күздің бір кешінде жаңбыр күшейіп, ауылдың жолы батпақ болып жатқан. Нұржан Жансаяға, ертең қалаға қайтамын. Сен де кел, мен сені апарамын. Оқуыңды реттеймін деді. Қыздың ата-анасы рұқсат берді, өйткені Нұржан бұрыннан сеніміне кіріп алған еді. Жансаяның жүрегі қуаныштан соғып тұрды. Ертеңіне таң атпай тұрып, қыз киініп ауылдан шықты. Нұржанның машинасы қара түсті, жылтыраған үлкен джип. Ол қызды алдыңғы орындыққа отырғызып ауылдан шықты. Жол ұзақ еді. Далада жаңбыр жауып тұр, жел соғып, терезеден тамшылар ағып жатқан. Нұржан сөйлеп отырды. Сен қандай сұлу қызсың, Жансая, қалада сен сияқтылар жоқ. Мен сенің өміріңді өзгертемін. Қолы қыздың қолына тиіп кеткендей болды. Жансая қобалжыды, бірақ үндемеді. Машина ауылдан алыстап дала ортасына келгенде, ол машинаны тоқтатты. Біраз демаламыз деді. Қыздың жүрегі дүрсілдеп соқты. Ағайдың көздері өзгерген еді, жылтырап құмарлыққа толы. Ол қыздың иығына қолын қойып, кел, менің сүйіктім болшы. Мен сені жақсы көремін деді. Жансая қорқып артқа шегінді. Ағай, не істеп тұрсыз? Мен пәк едім, өтініш жібере салыңызшы. Қорыққаннан машинаңыз былғанып қалады ғой, деді дауысы дірілдеп. Қыздың көздері жасқа толып, жаңбырдың тамшылары сияқты ағып тұрды. Ол пәктігін ойлап қорқып тұрған. Машина іші тар еді, иісі құлыптаулы. Далада ешкім жоқ, тек жаңбырдың дыбысы. Ол күліп, қорықпа, қызым. Бұл өмірдің бір бөлігі, еркек пен әйел сол үшін жаратылған. Және қалада әдемі өмір сүру тегін емес. Сен қалаға барсаң, бәрін түсініп, өзің келесің деді. Қолы қыздың беліне түсті. Жансаяның денесі жұмсақ еді, күзгі гүл сияқты нәзік. Машина ішіндегі ауа ыстық болып кетті, терезелер тұманданып. Жансаяның шашы шашылып, киімі былғанып жатты. Ол қыздың ерніне ернін тигізді, денесін сипалап, жұмсақ терісін сезді. Қыздың жүрегі жарылып кетердей соғып тұрды, қорқыныш пен ұят араласып. Сол сәтте жаңбыр күшейді, даладағы жел машинаны шайқады. Ол қыздың киімін шешіп, оның ақ денесі күзгі жапырақ сияқты ашылып жатты. Жансаяның көздері жабылып, ойында ауылдағы анасы, әкесі, дос қыздары елестеді. Мен не істеп тұрмын деп ойлады. Бірақ кеш еді. Машина ішіндегі ауа құмарлыққа толып, жаңбырдың дыбысы олардың демін басып тұрды. Жансаяның пәктігі сол жерде жоғалды, ол қанағаттанып күліп отырды. Енді сен менің сүйіктімсің. Қалада жақсы өмір сүреміз деді. Бірақ Жансаяның жүрегі өліп қалғанда еді. Ол үндемей терезеге қарап отырды. Жол жалғасып қалаға жетті.
Ол қызды бір пәтерге орналастырды, оқуына көмектесемін деп уәде берді. Бірақ күндері өткен сайын, оның келуі сиреп, басқа әйелдермен жүргені белгілі болды. Жансая жалғыз қалды, қаладағы өмір қатал еді. Жансая жұмыс істеп оқуға түсті, бірақ ішіндегі жара жазылмады. Ол ауылға қайтып ата-анасына айтпақ болды, бірақ ұят болды. Бір күні дос қызына айтып жылады. Мен пәк едім, бірақ бір ағайдың сөзіне алданып, өмірімді құрттым деді. Дос қызы оны қолдап, сен күштісің, қайта тұр деді. Уақыт өте келе, Жансая өзін қалпына келді. Ол оқуын бітіріп, ауылға қайтып, қыздарға жыныстық сабақ берді. Қыздар, ешқашан бейтаныс адамның сөзіне алданбаңдар. Пәктігің ең қымбат нәрсең. Құмарлықтың артында өкініш тұрады. Өмірде сенімді адамдарға ғана жүректеріңді ашыңдар деп айтатын болды. Ол өзінің әңгімесін кітап етіп жазып, қазақ әдебиетіндегі жаңа үн етіп шығарды. Қыздар оны оқып, сабақ алды. Нұржанның іс ашылмады, желге шықпады, ешкім ештеңе білмеді. Ол әкімнің туысы болғандықтан бәрі жабылып қалды. Әйелі, балалары, бизнесі, жаңа джип бәрі орында. Бірақ ол сол жолдан әлі күнге дейін өтіп жүреді. Қарақат ауылынан қалаға баратын сол ескі жолдан. Күзде жаңбыр жауса, тіпті баяу жүреді. Іші суиды, бірақ неге екенін өзі де түсінбейді. Дәл сол күн, дәл сол жаңбыр. Нұржан таңертең ауылдан шығады. Жаңа қара джип, 3-ші машинасы. Ол радио қосады, жылдамдықты 120-ға көтереді. Жол тайғақ, батпақ. Қоңырау шалады, нөмірі белгісіз. Нұржан телефонды лақтырып жібереді, бірақ сол сәтте алдынан бір қойшының қойлары шыға кетеді. Ол рульді бұрып үлгермейді. Машина жолдан шығып аударылады. Бір-ақ рет. Сосын екінші рет. Үшінші ретінде джип шетіне тіреліп, от тұтанады. Құтқарушылар келгенде Нұрлан тіреді. Бірақ аяғы 2 жерден сынған, омыртқасы зақымданған. Оны шығарып жатқанда ол бір ғана сөйлем айтты. Жансая кешір. Ол мүгедек болып қалды. Екінші топ. Енді өмір бойы арбада отырады. Әйелі кетті. Балалары сирек келеді. Бизнесін серіктестері бөліп алды. Әкім ағасы келіп, Нұржан, не болды саған? Деді. Ол жауап бермеді. Тек терезеге қарап отырады. Күзде жаңбыр жауған сайын. Қазір ол сол ауылда әкесінің ескі үйінде тұрады. Күндіз түні арбада. Бір күні Жансая ауылға келді, анасын көруге. Ол Нұржанның үйінің алдынан өтіп бара жатты. Нұржан терезеден көрді. Қолын көтермек болды, бірақ көтере алмады. Жансая тоқтамады. Өмірдің өзі бумеранг. Ол дәл сол жерде, дәл сол уақытта, дәл сол адамның өзіне қайтып тиеді. Өйткені тағдырдың өзі дәлел.